Армысыздар YouTube көрермен. Жолжелкен Қазақстанның барлық жерінде өседі. Бұл өсімдіктің емдік қасиеті өте ерте кезден белгілі болған. Жолжелкеннің кептірілген жапырақтары мен сабағынан жасалған сығындысы терінің барлық қабатын регенерациялауға көмек береді. Жолжелкеннің халық медицинасында жапырақтарын дене сыртындағы аққан қанды тоқтататын дәрі ретінде қолданылады. Жуылған жас жапырағы жараға, іріңді ісікке дәрі ретінде жапсырады. Жолжелкен жапырақтарының құрамында лимон қышқылы, ащы және иілік заттар, ферменттер, аскорбин қышқылы және К витамині бар. Дәрілік мақсатқа жолжелкеннің жапырақтарын, ұрығын, шырынын, тамырын пайдаланылады. Ертеде қазақтар жолжелкен жапырағын кептіріп, ұнтақтап, жараның аузына сеуіп, қанын тоқтатқан. Жас жапырағын түйіп, жасаған қоймалжың сөлін улы жәндіктер шаққанда беріп, уын қайтарған. Сүйелге танып кетірген. Жарақаттанған малдарына осымен емдеп, күнделікті тұрмыста тері илеуге пайдаланған. Жапырағын кептіріп, ұнтақтап, бір ас қасығын жарты литр қайнаған суға салып, шай тәрізді демдейді. Бір күннен кейін үстіне бір шай қасық анис тұнбасын құйып, күніне 30 граммнан 3 рет бозөкпе созылмалы бронхит ауруларына ұшырағандарға береді. Жолжелкен тамырын іштің қан аралас өтуіне қарсы, қан қақырғанда қайнатпа түрінде, ал ұрығын дизентерия мен іш өткенде пайдаланады. Қан тамырының қатаюына, асқазан ішек жарасына, тыныс жолдарының қабынуына, өкпе туберкулезіне, созылмалы бронхит, плеврит және бүйрек несеп жолдарының қабынуы тәрізді сырқаттарға қолданылады. Тамырын қайнатпасын іштен қан өткенде, қан қақырғанда ішкізіп, мұрыннан қан тоқтамағанда тану ішіне құяды. Жолжелкен гүлдеген кезде тамырын қазып алып, жуып, салқын жайда кептіріп ұнтақтайды. Сол ұнтақтың 100 граммын жарты литр араққа салып, 10 күн қараңғы жерде ұстап ашытады. Сонан соң сүзіп, шыны ыдысқа салып, салқын жерде сақтайды. Дәрі даяр болады. Мұны асқазан мен ішегінде жарасы бар адамдар күніне бір ас қасықтан 3 мезгіл 2 ай ішсе, науқасынан айығып кетеді. Жолжелкеннің құрамында әртүрлі витамин, белок, май қышқылдары мен тұздар мол болғандықтан, одан жасалынған дәріні көптеген ауру түрлеріне қолданады. Ол адамның тәбетін ашып, қандағы гемоглобинді молайтып, түрлі жүйке ауруларын тыныштандырады. Тұқымын қайнатпасын қант диабетіне, дизентерия және іш өткенге ішеді. Жолжелкен шырыны қарын бездерінің секрециясын күшейтеді. Жолжелкен ұнтағына фармакологиялық санақ жүргізген кезде, ол туберкулезді, қатерлі ісікті емдеуге айтарлықтай нәтижеге жеткізген. Жолжелкенді кәдімгі ақбас жусанымен, адыраспанмен, шайқораймен қосып, ас қорыту органдарының ауруларына, қарын, асқазан шырының жеткіліксіздігіне, асқазан қыжылдығына, жүрек айнығанға қарсы қолданады. Қақырықты түсіретін зат ретінде жоғарғы тыныс алу жолдары ауруларына қолданылады. Қақырықты сұйылтып, оның сыртқа шығуын жеңілдетеді. Қан тоқтататын және микробқа қарсы әсері бар. Кешенді емдеуде профилактикалық зат ретінде қолдану көрсеткіштері: қабынуға қарсы, ауырсынуды басатын және жазатын зат ретінде асқазан ішек ауруларына қолданылады. Жолжелкеннің тұқымы ыстықты басып, уытты қайтарады, қақырықты шығарып, жөтелді тоқтатады. Шөбі де осындай қасиетке ие. Қолдануға болмайтын жағдайлар: өнім компоненттеріне жеке төзімсіздік. Дайындау тәсілі: 10 грамм шикізатты эмальді алып, соған салып, 1 стакан ыстық қайнап тұрған су құяды. Қақпағын жуып, қайнап тұрған суда 30 минут қыздырады. Бөлме температурасында 10 минут салқындатады. Сүзеді. Қалған шикізатты сығады. Алынған тұндырманың көлемін қайнаған сумен 200 мл-ге жеткізеді. Тұндырманы салқын жерде 2 тәуліктен асырмай сақтайды.
Ішек қабынғанда 15 грамм жас жолжелкенді қайнатып, күніне 2 рет ішеді. Жас жолжелкен шөбін жаншып, асқынған сыздауық жараларға тартады. Несеп жолының және қуықтың қабынуына 9 грамм жолжелкен тұқымын, 15 грамм тікенді ұшқат күлін, 9 грамм жүрек жапырақты, 6 грамм қызылмияны суға қайнатып ішеді. Бүйректің жедел қабынуына 30 грамм жолжелкен шөбін суға қайнатып ішеді. Кеңірдекшелердің созылмалы қабынуына 90 грамм жолжелкеннің жас шөбін суға қайнатып, немесе 9 грамм жолжелкен тұқымын сарғайғанша қуырып, талқандап қайнаған күріш суына қосып ішеді. Дәрілік мақсатқа жолжелкені жапырақтарын, ұрығын, шырынын, тамырын пайдаланылады. Жолжелкен ескі өсімдіктердің бірі. Ежелгі Греция мен Рим дәрігерлері орта ғасырларда парсы және араб дәрігерлері емдік қасиетіне орай жиі пайдаланған. Жапырақтары эллипсті, салбырап тұратын, тісті жерге жақын тұрады. Тұқымдары бір жағынан қарағанда тегіс. Биіктігі 30-50 сантиметрге жетеді. Жолжелкен антисептикалық, қабынуға қарсы, ауруды басатын, жараны жазушы, қан тоқтататын, қақырықты шығаратын, зат алмасуды жақсартатын, асқазанның секреторлық қызметін арттыратын қасиетке ие. Жолжелкен ерте кезден белгілі өте пайдалы өсімдік болып саналады. Ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.